Достар, Дина Нұрпейісова туралы 6 дерек. Бірінші дерек. Дина Кенже қызы Нұрпейісова 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жанарқала ауданында дүниеге келген. Қазақтың әйгілі күйші композиторы, Қазақстанның халық әртісі. Екінші дерек. 75 жасында Мәскеу қаласында өткен бүкілодақтық байқауда 83 жасында Орта Азия елдерінің өнерпаздарының арасында Ташкенттегі 10 күндікте өнер көрсетіп, жүлделі орын жеңіп алған. Үшінші дерек. Дина күй өнерінде алғашқы болып глиссанды, яғни бір дыбыстан екінші дыбысқа жылжу, сырғу әдісін қолданады. Дина домбырада 3 жасынан бастап ойнап, 9 жасында көпшілік алдында өз өнерін көрсеткен. Төртінші дерек. Динаның домбырада ойнау шеберлігін күй атасы Құрманғазы байқап, өзінің шәкірті етіп, домбыра өнерінің қыр-сырын үйретеді. Құрманғазыны алғаш көргенде менің жасым 30-да еді, деп жазды. Ұлы ұстазбен достығым 11 жылға созылды. Әр кездескен сайын күй өнерінің тереңіне бойлап, көп нәрсе үйрендім, деп еске алады Дина. Бесінші дерек. Дина Нұрпейісованың 13 баласы болған. 19 жасында өзінен 19 жас үлкен 40-қа жақындаған ер азаматқа күйеуге шығады. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін өзінің қайын інісіне әмеңгерлікпен күйеуге шығады. Өмірдің сан алуан қиындығына қарамастан, Дина Нұрпейісова өз өнерін, домбырасын қолынан тастаған емес. Алтыншы дерек. Дина Кенже қызы 1955 жылы 94 жасында Алматы қаласында қайтыс болды. Балжан Нұрпейісова әжесінің соңғы күндері туралы былай дейді. Киелі қара домбыраны бала кезінен серік етіп, құдіретті өнеге тұтқаны соншалық көз жұмарының алдында 5-10 минут бұрын өзінің төсегінің тұсында ілі тұрған домбырасын алдырып, мәпелей сипап, аялай қағып, Құрманғазының қайран шешем күйін шертті. Күйді көкірегінде жаңғыртып жатып, дүниеден озды.